Қайырлы күн оқырмандар, бүгінгі тақырып ораза 2026-дағы өзгерістер, сондай-ақ Құдайы асындағы ысырапшылдық тақырыбына біз бүгін студиямызға Қарағанды облысы Әнет Баба мешітінің ұстазы Жүсіп Шұғайұлымен әңгімелесетін боламыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Алдымен ораза 2026-ның өзгерістеріне келмес бұрын, жаназа дастарханы дейікші, сондағы қазір бізде расы керек, оны мойындау керек, бәсекелестік, бір жарыс байқалады. Келім-кетімге дастархан жаю деген сияқты. Жақсы, өте бір маңызды, өзекті тақырып қазір ел арасындағы. Барша мадақтар мен мақтаулар әлемдердің Раббы Аллаға салауаттар мен сәлемдер ардақты пайғамбарымызға болсын. Енді сөз бастардан бұрын осы қасиетті Рамазан айында тұрмыз ғой. Барша қауымды, ораза ұстаған барша жұртты, қазақ елін осы қасиетті Рамазан айымен құттықтаймын. Осы Рамазан айы барша қазақ еліне, әрбір отбасына тек қана жақсылық алып келсін дейміз. Енді өткен жылы осы біздің діни басқарма өз осы уақытқа дейін 15 негізгі тұғырнама, негізгі құжатты қабылдаған. Бұл енді біздің діни басқарманың әрбір мешіттердің, имамдардың жұмыс жасайтын бағыты. Осы бағытта жұмыс жасайды. 2025 жылғы қабылдаған негізгі құжаттардың бірі осы біздің қолымыздағы Құдай ас беруде ысырапқа жол бермеу тәртібі мен мәзірі деген құжат. Демек, діни басқармадан осындай бір тұғырнама өзінің жарғысы қабылданғаннан кейін барлық мешіттер, дін қызметкерлері осы бағытта жұмыс жасайды. Енді әрине ел арасында біз жүргеннен кейін бұл ас беру деген негіз өзі біздің қазақтың дәстүрі болып сіңіп кеткен ғой. Адам өмірден өткеннен кейін 3 күндігі дейді, 7 күндігі дейді, кейбір жерде 100 күндігі дейді, 1 жылдығында атап өтіп жатады. Мысалы, ұлы батырлардың, ұлы тұлғалардың бір 150 жылдығын, 200 жылдығында атап өтіп жатамыз. Бұл енді біздің дәстүрімізде, мүмкін басқа ұлттарда дін ұстанатын жоқ шығар, бірақ біздің дәстүрімізде бұл бар нәрсе. Ал бұл басқа бір ұлтымыз бұны ойдан шығарған жоқ, діни жақтан бір оның негізі бар. Өйткені біздің сенім бойынша діндегі кез келген тірі адамдардың, ұрпақтарының жасаған жақсылықтары, марқұмдардың өмірден өткен ата-бабаларының атынан біз соларға сауап ретінде жетеді деп сенеміз. Бұл жерде ас берудегі негізгі мақсаты осы. Адамдарды жинап, бір дұға жасап, солардың ақ батасын алу. Енді осы жерде біз өткен жылы діни басқарма бас мүфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазіреттің бастамасымен осы ас берудегі ысырапқа жол бермеу құжатын қабылдады. Бұның жалпы 3 ережесі бар. 3 қағидаты бар ас беруде. Бірінші, ас берудің үкімі. Жалпы ас беру міндетті нәрсе емес. Ол 3 болсын, 7 болсын, 40 болсын. Міндетті нәрсе емес. Өйткені бізде мұстахаб деген термин бар дінімізде. Жасасаңыз жақсы. Жасамасаңыз бір адам күнә алмайды. Мысалы, бір адам 100 күндігін бермеген үшін, 40 күндігін бермеген үшін ол адам күнә арқаламайды. Біз сондай бір сезімде, сондай бір ойда болмау керекпіз. Демек, жасаса, әр адамның жағдайына қарата жасаса жақсы, жасамаса міндетті нәрсе емес екен. Міне, сондықтан біз бұны жақсылап түсініп алу керекпіз. Қазіргі таңда кейбір адамдарда енді бір түсінік бар. Мен қазір сондай бір жақсылап отырып 40-ын бермесем, әкемнің, анамның жылдығын бермесем, олардың алдында бір ұятты болам, Құдайдың алдында бір күнәһар болам, сондай бір деген түсінік бар. Жоқ, олай емес. Бізде дінімізде ондай ұғым жоқ. Міне осы жерде айтылып кетейікші, нақты ас мәзірі бекітілген шығар, Бекітілді. Қазір бізде ол жаңағы салаттың түр-түрі, жидегі бар, көкөнісі бар, барлығын салатын болып жүр. Тәттілеріне шейін кәдімгідей, астакөк кәдімгідей салып жүр. Енді осы тұрғыдан біреуінің жағдайы келеді, біреуінің жағдайы келмейді. Одан біреудікім онан асы керемет өтті деп, ол жарыса, одан да асырып жасау керек деген. Қарыз алып жасау мүмкін. Бір той жасағандай жасайды да. Қарыз алып жасау мүмкін. Енді бірінші ережесі осы үкімі дедік қой. Екіншісі осы ас берудегі біздің құжатта талқыланған нәрсе ысырапқа жол бермеу.
ас беруде ысырапқа жол бермеу. Өйткені біздің дінімізде Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде айтады, сендер ішіңдер, жеңдер, қолданыңдар, бірақ дүниені ысырап жасамаңдар дейді. Көрдіңіз бе? Демек бұл Алланың қасиетті Құран кәрімдегі ашық үкімі. Егер бір адам сонда бір жақсылық жасайым деп жүріп, сауапты іс жасайым деп жүріп, аста төк ысырап жасайтын болса, ол адам күнә алып қалуы мүмкін біздің дініміз бойынша. Сондықтан ысырапқа жол бермеу біздің осы мешіттерде болсын, кез келген жерде үгіт насихат жасағанда, Құдай ас берген кездегі біздің айтатын екінші ережеміз осы. Бірінші міндетті емес дейміз, өз қалауыңызда. Екінші, ысырап жасамау керек бұл жерде. Үшіншісі, бізде ас мәзірі бекітілді арнайы. Мысалы, әрбір Құдай ас берушілерге, қырқан жетісін берушілерге арнайы біз ұсындық. Енді біз діни басқарма бір заңды мекеме емеспіз ғой. Біз тек қана міндеттей алмаймыз, біз ұсынамыз. Адамдарға үгіт насихат жасаймыз. Мысалы, ас мәзірінде мынандай астар аталды. Бірінші міндетті түрде ас берген кезде үстелдің үстінде нан болу керек, және сонымен бірге шай, су. Енді ол жерде қарасаңыз, біз шай және су дедік. Енді қазіргі таңдағы неше түрлі қымбат соктар емес, қарасаңыз. Және сонымен бірге ыстық тағам. Ыстық тағам ол ет болуы мүмкін, немесе күріш болуы мүмкін. Бәрі ыстық тағам керек бізге. Және өзіміздің ұлттық тағамдар. Сары май, тары талқан, қант, кәмпит сияқты. Бұның ішінде қарасаңыз, біздің діни басқарма бекіткен ас мәзірінде неше түрлі салаттар жоқ. Қарасаңыз, неше түрлі бір тәтті нандар жоқ. Қарасаңыз, ол бірақ салат халық. Бірақ салат, біз оны ұсынамыз. Осылай қарапайым болу керек негізі ас деген нәрсе. Барынша қарапайым болу керек. Ол жердегі мақсат ниет қой. Біз ол жердегі мақсат адамдарды шақырып алып бір аста төк бүкіл столдың үстін жайнатып тастап солай бір көрсету үшін емес. Біз ниет жасап, сол жердегі ақсақалдардың дұғасын алып, батасын алып, сол Құран оқытып, соның сауабын марқұмға бағыштау. Кейбірлері сынап келеді деп айтады. Ол да енді бұл жердегі мақсат өзгеріп бара жатыр ғой. Бұрындары біз мысалы негізгі астың мақсаты, соның ішінде қонағасы болсын, басқасы болсын, негізгі мақсаты бір сауап ниет ету, соны қалау мақсатында болса, ана марқұмдарға тие берсін, жете берсін деген мақсатта болса, қазіргі таңда енді кейбір көріністерден біз көріп қаламыз. Жұрт не деп айтады? Мен мысалы әкемнің асын бермесем, анамның асын бермесем, ел сөз қылады, жұмыстастарым сөз қылады деген мақсатта жасайды. Ол жерде қарасаңыз, оның қаражаты болмауы мүмкін, аң жағдай болмауы мүмкін, бірақ сол бір жалған атақ дейміз бе, жалған ұғым дейміз бе, сондай бір соның әсерінен ол қарызға кіреді. Анау ресторанды жалдайды, ол қанша ақша қарасаңыз, қанша қаражат, ертең соның қарызын жабу керек, оның кредитін жабу керек. Бұл негізі қарасаңыз, біздің осы ас мәдениетінде, ас беру мәдениетіндегі бір қате түсінік. Біз жарысқа салынбау керекпіз. Жасасақ, тек қана ниетіміз Алла ризалығы үшін, сауапқа жету үшін ғана болу керек. Мына бекітілген ас мәзірін өзім көрген жоқпын, бірақ сізге сұрақ, бұл жерде міндетті түрде ет берілу керек пе? Ыстық тағам деп айттық біз. Бұл жерде ыстық тағам деп айттық. Бірақ қандай ыстық тағам беріледі? Біз ыстық тағам дегенде біз қазақ мәдениетінде болғаннан кейін, шыны керек, бір үйге қонаққа барған кезде бір ет болмаса, сол үй бір күтпеген сияқты ма, жақтырмаған сияқты ма, сондай сезімде боламыз, бір ыстық тамақ болмаса. Сондықтан біз екі ыстық тамақты көрсеттік. Екеуін емес. Менталитетке сай ғой. Менталитетке сай. Біреуі ет тағамдары, екіншісі күріш. Күрішпен де, палаумен мысалы жасауға болады, ас жасауға болады. Көп жерде енді мешіттерде бас қосқан кезде осы палаумен де біз жасап жүрміз. Әжептәуір жақсы қарасаңыз. Етке қараған кезде енді шығын аздау кішкене. Екінші бір мәселе мынау қонағасы деген бар, иә? Жалпы қонағасы деген негізі кімге беріледі? Бұрындары қонағасы алыстан келген адамдарға беріледі. Қазір жақындағы көршісіне шейін беріледі. Бұл енді өзгеріске ұшыраған бір дәстүр дейміз бе, мәдениет қой. Бұрын сондай болатын болса, қазір басқаша болып кетті. Біз осы құжатта діни басқарма қабылдаған кезде осы қонағасы беруді барынша тоқтатуды
талап етті. Осының ішінде ол айқын жазылған. Енді қонақасы деген сөз ол адам өмірден өткеннен кейін бірден берілетін ас қой. Ертең жаназа мысалы қарасаңыз, кейбір одан кейін жетісі бар. Одан кейін жетісі бар. Оны кейбір адамдар түсінбей қалуы мүмкін, сондықтан ашықтап кетіп жатырмын. Бұны мүмкіндігінше қазір көп жерлерде ресторан жалдайды, үлкен нелер жалдайды. Мүмкіндігінше біз құжатта жазылған, мүмкіндігінше оны үйде берген дұрыс. Қонағасын бір енді адам өмірден өткеннен кейін сол жерде туыс туғандар келуі мүмкін, көрші қолыңдар келуі мүмкін деген сияқты. Өйткені тағы бұл жерде ескерте кететін мәселе, бізде дінімізде дәлел тарту деген бар. Осы адам өмірден өткеннен кейін, кешінде бірден дәлел тарту деген ол енді белгілі, мысалы зікірлерді айтып, соның сауабын бағыштау. Өмірден өткен. Бұл енді бірден сол өмірден өткен күні кешке жақын жасалады. Осыны бір үлкен бір дастархан жайып, үлкен кафелерді жалдау қажет емес. Үйде кәдімгідей 1-2, 7-8 адам, ары кетсе 10 адам өзінің туыс туғандары, көрші қолаңдары, сонымен де жасауға болады. Бұлай жасаңыз үлкен бір шығынды нәрсе емес. Біз елге, халыққа барынша осыны үгіттеп жатырмыз. Қонақасын үйде беріңіздер мүмкіндігінше. Демек сіздердің талаптарыңыз деп айта берейік енді, жаназа асы болса болды, сол жасалса болды. Енді қонақасы. Оның өзінде қарасаңыз, оның өзінде біз жаназа, адам жерлеп келгеннен кейін берілетін астың да мәзірін жоғардағыдай. Жоғардағы біз атап өткендей, сонда қарапайым беруге үгіттеп жатырмыз. Қарапайым демекші, біз жаңа оны барлығын айтып кеткен жоқпыз. Міне қарапайым, оқырмандарға айтайық, қарапайым су, шайы бар, ыстық тамақтан палауы бар, енді адамның жағдайы келсе ет бар, тәттілерден. Тәттілер дегенде біз қант пен кәмпитті ғана қойдық. Оған арнайы бір торт жасатып, неше түрлі салаттар қажет емес. Көкөністерде тура сондай. Біздің ас мәзірінде ол жоқ. Барынша қарапайым. Сондай адамның қалтасы көтеретіндей. Өйткені енді шынымен де қазіргі таңда сондай бір үрдіс пайда болды. Мына жақта адам өмірден өтіп жатады, артында қалған бала шағалары мал іздеп кетеді. Анау қырдан мал іздеп, базардан біреу жаңағы үйге сол асқа керекті заттарды алу үшін жүгіріп, соны анау енді қайғырып отқан адамдарға басқа бір уайым пайда болады да, қазір қалай шығарам, қалай дастархан жаям деген. Барынша біз соны азайтуға тырысу керекпіз. Үйден жасап қарапайым егер. Жоқ, міне шынымен де қараңыз, жаназа асы бар, одан кейін қонақасы бар, одан жетісі бар, одан 40-ы бар. Енді жетісі дегенде мына жерде көп жағдайда енді біздің орталық Қазақстанда мынау асы мен жаназа намазын оқып қалғаннан кейінгі жетісін бірге беріп жібереді. Бөлек емес, бірге, одан кейін 40 күндігін береді. Мынау жаназада, осы тақырыптан ауытқымайық, жаназада сөз сөйлеу. Енді сөз сөйлеу деген кезде бұл жерде негізінде, енді менің ойымша дейікші, тек қана молда, имамдар, уағыздарын айтып сөйлеу керек емес пе? Әлде мынау қаншама, қазір өзіңіз байқап отырсыз ғой, жаназа кезінде кәдімгідей бір тос сөйлегендей қаншама адам сөйлейді. Міне осы мәдениеті туралы айтып кетіңізші. Сөз сөйлеудегі мәдениет. Кімге сөйлеуге болады, кімге болмайды, кім ғана сөйлеу керек? Жақсы. Енді біз көбінесе мынау жаңағы қонақасында сөз сөйлетпеуге тырысамыз, егер беріп жатса. Ол жерде тек қана имам уағыз айтады, дұға бағыштайды, болды. Енді сөз сөйлеу көбінесе қай уақытта болады? Бір жылдығында, мысалы кейбір кісілер әкесінің, анасының қайтыс болғанның 10 жылдығын беруі мүмкін. Сол кезде ары кетсе біздің осы құжатта бекітілген ол 4-5 адамға жеткілікті болды. 4-5 адамға сөз беруге болады деп анық осы құжатта көрсетілген. Оның өзі бір 5 жыл, 10 жыл өткеткен кездегі. Жылдығынан бастап деп айтуға. Бірақ жуыр арадағы болған, жақын арадағы болған. Адам емес. Енді бұл жерде тағы бір мәдениеті біздің бұның да бір діни жақтан алатын бір оның қайнар көзі бар. Өйткені пайғамбарымыз хадисінде айтады, сендер өмірден өткен адамдарды жақсылықтарымен еске алыңдар дейді. Оның да мәдениеті, мысалы
жақсы өмірден өткен 10 жыл болған кісіні көп адамдар танымауы мүмкін. Оның немересі, шөбересі білмеуі мүмкін. Соның енді көзін көрген, бірге жүрген ақсақалдар болса, үлкен аналар болатын болса, сол өмірден өткен атасының, әкесінің бір жақсылығын айту керек. Ол жерде тек қана бір оның да мәдениеті өзі бірге отырып бір жасаған дұрыс емес әрекеттерін емес, ол жерде елдің алдына шығып ана өмірден өткен кісінің қателіктерін ашпау керек. Ол жерде тек қана жақсылықтарын, осындай жақсылық жасаған, жақсы азамат болған, жомарт болған деген сияқты жақсылықтарын айтуға сол бірге өскен құрбы құрдастары, нағашылары, құдалары сол үлкен кісілерге 4-5 адамға сөз сөйлеуге, және сонымен бірге әрбіреуінің сөзі ары кетсе 4-5 минуттан асып кетпеу керек. Ана жерде тұрып алып, кәдімгідей ол 20 минут, 15 минут әңгіме айту қажет емес. 4-5 минуттан асып кетпеу керек. Бұл жерде міндетті түрде имамға да сөз берілу керек. Имам ол жерде жамағатқа сол жоралғыларды, осы астың мәдениет деген сияқты мәселелерді діни тұрғыдан түсіндіру керек. Сондай-ақ маталар тарату жағынан талаптар өзгерген жоқ па? Маталар, енді маталар тарату шыны керек. Орамалдар тарату. Маталар тарату ол біздің жаңа жоғарыда айтқанымызда ғой, кез келген бір жақсы ел үшін жасалған жақсылықтың сауабы өмірден өткен марқұмға барады деген бізде діни ұғым бар. Сондықтан да егер бір кісіні жағдайы келіп жатса, біреу қолданатын нәрсе беру керек. Егер беру керек болатын болса, мысалы, дұрыс па? Иә, қолданатын. Мысалы, іске жарайтын. Бір матаның мысалы бір бұрышын жыртып алып берді. Оны ешкім қолданбайды ғой, ана жерде. Қытайдық. Иә, оны қолданбайды, барады, бір жерде қалады ол нәрсе, дұрыс па? Сондықтан егер жағдайы келіп жатса, қолданатын нәрсені, іске жарайтын нәрсені беруге болады. Бірақ бұл міндет емес. Міндетті түрде мата беру керек пе, әлде басқа да іске жарайтын, кез келген дүние беруге болады? Іске жарайтын нәрсе бола береді, егер беру керек болатын болса. Бірақ бұны да мен астын сызып айтып кетемін, міндетті нәрсе емес. Анау жасап жатыр, мынау жасап жатыр деп шығындалу қажет емес бұғанда. Міндетті нәрсе емес. Әр адам өзінің қалауына қарата жасайтын нәрсе, жағдайына қарата жасайтын нәрсе. Неке қию, мешітте неке қию мәселесіне тоқталайықшы. Қазір мешіттегі неке қию мәселесі сіздермен бақылана ма, кіммен бақыланады? Енді мешітте талап бойынша. Талап бойынша. Кез келген адам, кез келгендер келіп некесін алланың алдында қидырта беруші еді ғой. Енді қазір енді біздің арнайы діни басқармадан осы неке мәселесінде талап бар, арнайы тапсырма бар. Біріншіден кез келген неке қидырушы жастар, олар заң бойынша мемлекеттік неке куәлігін, ЗАГС дейді ғой, соған тіркелген сол неке куәлігін, көк неке куәлігін алып келу керек. Сонымен келіп қана неке қидырылады. Және сонымен бірге біздің өзіміздің қосқан, діни басқарма тараптан қосқан талап бар. Ол міндетті түрде жастар неке қидыруға мешітке келген кезде ата-анасы болу керек. Ата-анасы келіп сол неке қию салтанатына, қуанышына куә болып, сол жерде баталарын бергені дұрыс болады. Келмеген жағдайда, мысалы, ауылда болуы мүмкін, алыста болуы мүмкін, біз көп жағдайда звондап сұраймыз. Қыздан да, жігіттен де ата-анаңның нөмерін бер, әкеңнің нөмерін бер, анаңның нөмерін бер деп, сол жерде звондап сұраймыз. Міне, осындай пәленше деген сіздің қызыңыз екен, мынау кісі сіздің ұлыңыз екен, бізге неке қидыруға келіп тұр. Сіздердің рұқсат бар ма, жоқ па? Егер ол кісілер рұқсат бар, білеміз, тойға дайындалып қойдық десе, біз некесін қиып береміз. Ал егерде ешқандай куәлік болмаса, ЗАГСке тіркелмеген болса, мемлекеттік неке куәлігі болмаса, бізде тәртіп бойынша, мешіттің ішкі тәртібі бойынша оларға неке қиылмайды. Ол жастарға арналған дүние ғой, ата-аналар. Енді үлкен ересек адамдар. Енді көп жағдайда үлкен ересек адамдарға да тура сонда. Кез келген неке қию жоралғысы мешітте орындалатын, үлкен болсын, кіші болсын, барлығы осы тәртіпте орындалады. Осы неке қиюда махр деген ұғым пайда болды, қазір трендке айналды десек те болады. Махр деген қалың мал емес пе? Әлде басқа түсінік па? Енді негізінде біздің діни ұғым бойынша мәһрдің қалың мал болатын жері бар, қалың мал болмайтын жері бар. Мәһр деген сөзі сыйлық қой, қызға беретін, күйеу жігіттің сол беретін сыйлығы. Бұл сыйлық қыздың өзінің мүлкі, өзінің меншігіне өтеді, өзінің иелігіне
өту керек. Біз неке қидыруға келген жастардан, қыздан сұраймыз, қалың мал берді ме, берген жоқ па деген сияқты. Егер қалың мал берген болатын болса, сол қалың малы қыздың қалауында. Егер ол өз алмаған болуы мүмкін, ол қыз бір тиын алмаған болуы мүмкін. Әкеме, анама берілген қалың мал менің де алғаным сияқты. Мен соны мәһірім деп қабылдаймын десе, біз сұрамаймыз. Жігіттен мәһір сұра деп айтпаймыз ешқашан. Түсінікті ме? Міндетті емес. Міндетті емес. Кейбір жағдайлар болады. Мысалы, қалың мал берілмейтін өңірлер бар. Мүлдем ол жаңағы біз өзі әр өңірге қарата мынау той, неке мәселесі, қалың мал мәселесі әртүрлі ғой. Кейбір өңірлерде қалың мал бар, кейбір өңірлерде қалың мал деген жоқ, ешқандай қызға ешқандай нәрсе бермейді. Ол жерлерде міндетті түрде не істеу керек? Егер қызға қалың мал берілмегендіктен біз мәһір беруді сұраймыз. Күйеу жігіт тараптан қарасаңыз. Бұның да енді хадисте бар ғой, ең қайырлы әйел бұл мәһірі аз болған әйел дейді. Хадисте келеді. Сондықтан да біздегі қазіргі өлшем ол. Мөлшерін айтып кетсеңіз, мөлшері бар шығар енді. Мәһірдің мөлшермен 150 мың, 200 мың теңгенің көлеміндегі құнды зат. Одан төмен болмау керек. Одан төмен болмау керек, Одан төмен болмау керек. Құнды кез келген зат мәһірдің орнын баса береді. Ол бір жүзік болуы мүмкін, ол бір алқа болуы мүмкін. 150 мыңнан жоғары болса жеткілікті. Ал енді жоғары жағын біз неге тапсырамыз? Қыздың бір ынсабына тапсырамыз көп жағдайда. Бірақ енді келген адамдарға міндетті түрде айтамыз, ол мәһірдің ең қайырлысы ол аз болғаны деп міндетті түрде ескерту жасаймыз. Сондықтан енді осы жерде тағы бір ескерте кететін, егер неке қидыруға ниеттеніп жүрген жастар болатын болса, бізге келгенше, неке қидыруға келгенше, имамның алдына келгенше, осы мәселені өздері шешіп келісіп алған дұрыс. Ана жерге келген кезде, ол қыз бір нәрсе сұрап қалады, оны күйеу жігіт ұнатпай қалуы мүмкін сұраған нәрсесін. Өздері араларында жастар келісіп келсе, келіскен нәрсесі болады. Өзіңіз неке қиясыз ғой, Осы неке қиға өзіңіздің статистикаңыз бойынша дейші, өзіңіздің санаңыз бойынша, махр сұрап жатқандардың саны көп пе қазір? Енді келгендердің барлығы сұрай ма, қалай? Келгендердің барлығы бір 70-80% сұрайды деп айтуға болады. Бірақ сондай бір қымбат емес. Ары кетсе бір алқамен, жүзікпен 200-300 мың теңгенің затымен шектеледі көп жағдайда. Ірі көлемде сұрағандар бар ма? Ірі көлемде сұрағандар бар, Енді мынандай нәрсе бар ғой. Біздің қазақта мақал бар. Бай байға құяды, сай сайға құяды деген, Ол енді күйеу жігіттің де сондай бір жағдайы келіп тұрған сәттер болды. Оған бір үй алып бере салу, машина алып бере салу ешқандай бір шығын емес деңгейдегі адамдар бар. Қиындық тудырмайтын адамдар бар. Сондай мысалы азаматтар, сондай кісілер әркім деңгейіне байланысты ғой енді. Неке қидыруға келген кезде сондай жайттер болды. Әркім деңгейіне қарата бұл жерде. Жағдайына қарай. Жақсы, оразаңыз қабыл болсын. Ораза тақырыбына оралайық. Биылғы ораза 2026-да өзгерістер бар ма? Қандай өзгерістермен келді Рамазан айы бізге? Енді Рамазан айы айлардың сұлтаны. Жалпы биылғы Рамазан айының ерекшелігі ол 29 күн. Көп адамдар түсінбей қалады. Біз бұрыннан бері ата-бабамыз 30 күн ұстаған ғой, неге 29 күн болып қалды деген сияқты түсінік ел арасында бар. Негізі біз бұл Рамазан айы болсын, басқа құрбан айттарды болсын, ескіше күнтізбе дейді ғой, ислами күнтізбемен анықтаймыз. Ислами күнтізбе бойынша ай екі түрлі болады. 30 күн болуы мүмкін, айдың көрінуіне, туына және келесі айда туына байланысты ғой. Немесе 29 күн болуы мүмкін. Биылғы Рамазан айы 29 күн. Демек, кез келген адам 29 күн ұстаса, ол бір ай ораза ұстағанның сауабын алады. Міндетті түрде ол 30 күн болуы шарт емес. Бірінші ерекшелігі осы. Екіншісі, біз Рамазан айында енді мешіттердегі атқарылып жатқан жұмыстар ғой. Әр 30 күнге, осы 29 күнге
тарауық намазына келуші жамағаттарға арнап 30 түрлі насихат дайындап қойдық. Әр күні бірінші күннен бастап 29 күніне дейін әр күні тарауық намазының алдында жарты сағат осы насихат жүргізіледі. Бұл енді осы соңғы 1-2 жылда жасалып келе жатыр бұл өзгешелік. Және осы жылы Құдай қаласа біз міне өткен жылы ғана 2025 жылы діни басқарманың, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 35 жылдығы болды. Оны әртүрлі іс-шаралар жасадық. Енді осы жылда, осы Рамазан айында біздің Қазақстан еліміздің көлемінде осы мешіт қызметкерлері және осы жәрдем сүйер азаматтардың, қолдайтын азаматтардың көмегімен 35 мың жағдайы төмен отбасыларға көмектесуді жоспарға алып отырмыз. Осы қасиетті Рамазан айында. Қарағанды облысы бойынша жоқ, республика, жалпы Қазақстан бойынша. Әрине Қарағанды облысында өзіндік оның үлесі болады. Және сонымен бірге биылғы оразаның ерекшелігі, ол ораза деген кезде, Рамазан деген кезде адамдарға пітір садақасы есіне түседі өзі. Пітір садақасы есіне түседі. Бір ұғым ғой, бір ұғым. Пітір садақа көлемін айтудан бұрын мен не үшін осы адамдар айтады, не үшін пітір садақа өсіп жатыр жылдан жылға деген сияқты сонда бір түсініктер бар. Кейбіреулер әзілдеп айтады оны, бүкіл нәрсе қымбаттап жатқаннан кейін пітір садақасы да қымбаттап жатыр деп. Жалпы бұны біз қалай анықтаймыз? Осы Рамазан айы, әр жылы Рамазан айы келерден бұрын, бір 20 күн бұрын бүкіл республика көлеміндегі негізгі сауда орындары мен негізгі қала орталықтарындағы базарлардың бағасын анықтаймыз біз. Жаңағы жүзімі қанша, құрмасы қанша, сосын ұнның бағасы қанша, арпаның бағасы қанша, соның барлығын анықтап, жалпы ел көлемінен жинап, экономикаға байланысты бар ғой енді барлығы. Ел көлемінен жинап, бір ортақ баға ұсынамыз. Енді көбінесе бізде пітір садақасы бидайдың құнымен беріледі. Енді қазіргі таңда ешкім бидай қолданбайды, шыны керек. Бірақ сол бидайдың ұнын қолданамыз. Біз ұнын қолданамыз. Сондықтан міне қазіргі ортақ бір республика көлемінен шығарған шешіміміз ұнның бағасымен 735 теңге. Бір қарасаңыз 735 теңге пітір садақасының құны, бұл әр адамға берілу керек. Әр адам беру керек. Жалпы келіп шығу осындай. Ол келесі жыл басқаша болып кетуі мүмкін. Мен байқағаным жыл сайын 100 теңгеге көтеріліп отыр ғой. Оның барлығы жаңағы ұнның қымбаттауы, құрманың қымбаттауы, бидайдың соған байланысты болып жатыр. Және сонымен бірге екінші осы Рамазан айында тағы бір түсіндіре кететін мәселе, осы ерекшелігі деп айтсақ болады. Бұл фидия деген нәрсе бар. Енді қазақша біз фидия деп атаймыз ғой. Фидия деген нәрсе бұл енді адамдар арасында жалпы мынандай да бір түсінік бар. Қазір ақша төлеп ораза ұстамай-ақ қоюға болады екен деген сияқты түсініктер де қалыптасып қалады осыны естіген кезде. Жоқ, бұл кез келген адам емес, кез келген жағдайы, денсаулығы бар адам ораза ұстау керек. Өзін мұсылман санайтын кез келген адам ораза ұстау керек. Бұл міндет. Ал фидия кімдерге беріледі? Фидия кімдердің атынан беріледі десе, кейбір адамдар болады, мысалы, созылмалы аурулары бар. Ол денсаулығына байланысты. Денсаулығына байланысты деген кезде мынандай бар. Кейбір, мысалы, бір кісі осы Рамазанда ауырып қалды, ол бір емделеді, 15 күннен жазылып кетеді, бір айдан кейін. Оған фидия бермеу керек. Ол кейін өзі қазір оразасын ұстамайды, емделіп жатқаннан кейін. Денсаулығына зиянды болатын болса, бірақ кейін қазасын өтеу керек оның. Ал мен әдейі сондықтан созылмалы деп айттым. Кейбір адамдарда созылмалы аурулар болады. 10 жылдан 15 жыл ауырып келе жатқан болуы мүмкін ол. Сол кісілер егер денсаулықтары көтермесе, дәрігер рұқсат бермесе, дәрі ішу керек болатын болса күндіз, онда ол кісілер осы фидияны шығару арқылы өздерінің Рамазан айындағы оразасының парызын мойнынан түсіреді. Шығын, бұл шығынның көлемі қазір айтам, оған тоқталам. Екіншісі, жасы егделеп кеткен адамдар, 85-90 келген адамдар, олар тамақ ішу керек, олардың жағдайы келмейді. Бұлар да осы фидия арқылы ораза ұстамай-ақ қоюына болады. Енді фидияның құны біз көбінесе құрмамен есептейміз. Бір құрмамен ба әлде? 1 килограмм, 1 кило құрмамен.
бір келі құрманың құны қазір енді орта деңгейдегі деп айтсақ болады, сондай қымбаты да бар. Мысалы қазір килограммы 8.000 теңге, 12.000 теңгеліктері бар, қарасаңыз да. Тура сондай 2.000 теңгелік, 1.500 теңгеліктері де бар килограммы. Соның ортасын алып, біз әрбір фидияның құны 4.000 теңге деп бекіттік. 4.000 теңге демек, әр күнге 4.000 теңге. Сонда бір айда бір 120.000 теңге көлемінде болады. Кейбір адамдардың осыған шығыны жағдай болмауы мүмкін. Мысалы 120.000 теңге беруге ол өзі отбасын бағып отыр, көп балалы ана деген сияқты сондай. Онда ол кісілер жағдайы келмесе, бұған 735 теңге жаңағы пітір садақасының құнымен есептеуге болады. 735 теңгені мысалы 29-ға көбейтсеңіз, сондай бір қомақты қаражат емес. Осы жерде қайтадан мен айта кетем, фидияны кез келген адам бермейді. Фидия денсаулығы болған адам, жастар ұстау керек ораза. Біздің дініміздің ұғымы бойынша жаңағындай шарттарға толған адам ғана фидия беру арқылы Рамазан айының оразасын мойнынан түсіреді. Жалпы бұл бір ерекшелігі осы айдың. Және сонымен бірге осы соңғы жылдар бізде сондай бір жақсы тәртіп қалыптасып келе жатыр. Ол Рамазан айында әрбір мешіттерде, осы республика көлемінде біз жарапазан айтамыз. Енді жарапазан да өзі ұлттық, былайша айтқан кезде біздің жырымыз ғой. Ол жерде жақсылыққа шақырады адамдарды, жамандықтан тыяды деген сияқты. Рамазан айының бір келгенін адамдарға сезіндіру мақсатында осы жақында ғана біз мысалы 2-3 күн бұрын осы қаладағы ірі базарларға барып, осы жарапазан дәстүрін жаңғыртып келдік. Имамдармен, басқа да өнер саласында жүрген азаматтармен. Және сонымен бірге тараух намазы оқылып жатыр мешіттерде. Тараух намазында хатым, мынау қасиетті Құран кәрімді бірінші күннен бастап 29 қадір түніне дейін көбінесе бастан аяқ біздің қариларымыз хатым етіп жамағатқа осылай бір рухани азық ұсынып жатқан жайымыз бар Рамазан айында. Жалпы осындай. Ал ораза айтта бір өзгерістер бар ма? Енді ораза айт, біріншіден ораза айтта жасайтын ең бір ғұламалымыз айт намазын оқу. Енді осы жылғы ораза айты Алла қаласа 20 наурызға сәйкес келіп тұр. Өзіміздің ұлттық мерекеміз наурыз мерекесімен сәйкес келіп тұр. Екеуі бір жағынан біз ораза айтты тойлаймыз, екінші жағынан наурыз мерекесін тойлаймыз. Сондай бір енді шыны керек, қанша жылда бір кездесетін жағдай бұл ораза мен осы наурыздың, ораза айт пен наурыздың сәйкес келіп қалуы. Сондықтан бірінші біз айт намазын оқимыз, одан кейін наурыз мерекесі тойланады осы айтпен бірге. Және сонымен бірге жылда біз осы соңғы бірнеше жылда қалыптастырып келе жатырмыз. Осы ораза айтта ұлттық біз спорттарды, ұлттық бір дәстүрді жаңғырту ойындары Алла қаласа жоспарда бар. Осы мешіттерде, әсіресе біздің Қарағанды облыстық орталық мешітте осы нәрседе өтеді. Садақ ату, асық ойнау деген сияқты ұлттық спорттардан жарыстар болады. Енді бұның барлығы көп жағдайда біз енді орталық Қазақстанда болғаннан кейін күннің ауа райының да сонда бір қолайлығына байланысты болады. Егер жақсы болып тұрса, онда осындай бір іс-шараларды ұйымдастыру біздің жоспарда бар. Ораза айтқа қатысты. Басқа алып қосарымыз бар ма? Басқа алып қосарымыз енді жалпы мына бір мәселені мен айта кетейін дедім. Енді осы көріп отқан адамдарға байланысты. Біз егемендік алғалы республика көлемінде жасалмаған сондай бір игі бастаманы біздің Қарағанды облыстық Әнет Баба мешітінің бас имамы Естай Туғанұлының бастамасымен, әрине муфти Хазіреттің қолдауымен бір бастама бастап жатырмыз. Ол осы Қарағанды облысындағы дінге қызмет етіп жатқан діни қызметкерлерге 36 имамға біз арнайы пәтер салу жұмысын бастап кеткенбіз. Осы өзіміздің қаламызда қазір едәуір Аллаға шүкір біраз жер бітіп қалды. Енді ары қарата сол демеушілердің қолдауы, дін қызметкерлерінің сондай бір баспаналы болу үшін демеушілердің қолдауы керек. Бұл енді шыны республика көлемінде бірінші рет жасалып жатқан нәрсе. Ол басқа Алматы, Астана, Шымкент деген сияқты басқа қалаларда бұл жасалмаған. Бірақ осы Қарағанды қаласында жасап жатырмыз. Бұл да болса енді арқадағы жомарт азаматтардың қолдауының арқасында осы жердегі жасалып жатқан игілікті іс. Соңғы айтарымыз ораза қабыл болсын дейміз. Осы келіп жеткен
Рамазан айы барша қазақ еліне, әрбір отбасына тек қана жақсылық алып келсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келгеніңізге көп рахмет, оразаңыз қабыл болсын. Жақсы, рахмет баршаңызға.